Хабарымыз жалғастырамыз. Атырау облысында Қиғаш өзенінің арнасы кеңейтіліп, табаны тереңдетіліп жатыр. Мұндай жұмыстарды бастауға өзен суының азайып, тіпті кей жерлерде құрғай бастауы себеп болған. Бұл жағдай әсіресе балықшыларға қиын соғып отыр. Әрі өзен мен су көліктерінің қатынауы да қиындап кеткен. Өңірдегі әріптесім Жандос Темірғалиев мәселені шешу мақсатында атқарылып жатқан жұмыстарды көріп қайтты. Өзен арнасының тарылып, таяз болып кетуі балық шаруашылықтарының жұмысына қолбайлау болып тұр. Құрманғазы ауданында 7 кооператив 500-ге жуық балықшы болса, солардың бәрі су жолына тәуелді. Балықты Утера селосынан 20-30 километрден транспортпен әкеліп тұрмыз. Тасымалдау мәселесі қиын болып тұр. Павловский каналының кіретін жерінде 5 километрге жақын жерді қазылған жоқ бірнеше жылдан. Әсіресе маусымдық кезеңде кемелер таяз суға қайраңдап қалып, балық тонналап бұзылып жатады. Теңізден аулаған балықтарын осы каналмен апармайды. Себебі бұл канал дейтін уже бітеліп қалды. Қазір күзге таман іштейміз, көктемде қалай өте қиын болады. Себебі балықты тасу үшін ол дейтін қазір дейтін балық бұзылып кетеді, күн дейтін жырып кетеді. Сондықтан қиындық көріп тұрған. Өзеннің 124 шақырымы 3 метрге дейін тереңдетілмек. Әзірге тек 1 шақырымы қазылған. 22 сағат бойы үздіксіз жұмыс істеуге қауқарлы техника су түбінен кейде күніне 6000 текше метрге дейін лай шығарады. Мына суырқақ сияқты атқылап жатқан өзен түбіндегі лай қазіргі уақытта мамандар өзекке апаратын су жолын ашуда. Бұл өз кезегінде балықшылардың емін-еркін балық аулауына мүмкіндік береді. Өзеннен тарайтын 7 арна бар, бірақ жобалау кезінде маңызды тармақтар енбей қалған. Кейбір маңызды каналдар ескерілмей қалған. Ал бұл өз кезегінде осы теңіз тамағынан балық аулаған балықшылардың өнімін балық өңдейтін зауыттарға, цехтарға жеткізуде өте үлкен қиыншылықтар әкеліп тұр. Сондықтан алдағы уақытта бұл мәселелерді ескеріп, жобаға қосымша толықтырулар енгізу қажет деп есептейміз. 6 миллиард теңгеге жуық қаржы жұмсалмақ тереңдету жұмыстары 3 жылда аяқталуы тиіс. Егер жұмыс ойдағыдай аяқталса, су маржандарының өсімі ұлғаяды. Балық мөлшері көбейіп, тығырыққа тірелген шаруашылықтардың да тасы өрге домалар еді. Жандос Темірғалиев, Өнербек Жаңабай, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Атырау облысынан.